2022 Кеңкияқ емхана бөлімшесі. Мен жаңа ғана өзім давлениемен келдім. 2 күннің бірінде осының давлениемен келем. Мына жігіттердің үстінен түстім. Свидетельство. Яғни Кеңкияқ помның начальник полициясы ішіп алған. Удаймас әшейінде амандасатын. Амандаспай жаңа бедірейіп тұрған соң, мен бетіне қарап, ерланыпсың, не істеп тұрсың дедім. Удаймас. Сөйлеуге дәрі жоқ. Бұрын істеп кетейінші осындай, осындай бізде жолдан кеткен сияқтылар жаза береді. Так, сіз кім боласыз, Дидар? Ау? Дидарсың ба? Мен осында поптың замы тағайындалдым, кешіп бердісіден бастап. Енді орынбасар болып тағайындалсам, бүкіл бәрі білесіз ғой, бұның бәрі жемқорлық екен. Егер жасыратын болсақ, ішкендігін жасыратын болсақ, тем более елдің тәртібінде отқанда, ауылдың жастарын етқанда бұндай начальник полицияның мынандай қылып шетін болса, онда жақсы болмайды. Так. Әрине заң түрде болады. Ерлан ішпеу керек. Бірнеше жерде ішеді деп естідім. Кім ішті? Кім ішті дейді. Алексей. Алексей, таза несін етіңдерге ма? Ешқандай бұрмалау болмасын. Ол түгіл Кеңкияқтың әйелдерінде